Қосындыны санға бөлу. Деление суммы на число. Dividing an amount by a number. Санды өз-өзіне бөлу немесе санды бірге бөлу әдісі. Мұнда түрлі түсті пішіндер берілген. Мысалы, 2-ні 2-ге бөлетін болсақ, яғни санды өз-өзіне бөлетін болсақ, 2 санын нешеге көбейткенде 2 шығады. Екінші көбейткіші табу керек. Дәл осындай 2 шеңберлі пішінді үстіне дәл беттестіріп қоямыз. Сол кезде көк түсті пішін саны біреу, яғни 2-ні 2-ге бөлгенде 1-ге тең, 1 пішін. Яғни бөлген кезде пішіннің өзін санаймыз, ал көбейткен кезде үстіне қойылып беттестірілген пішіннің ішіндегі шеңберлерді санаймыз. 3, 4, 5 сандарын өз-өзіне бөлген кезде де үстіне беттестіріп дәл қойылған сыртындағы пішінді ғана санаймыз. Санды бірге бөлу әдісі. 2-ні 1-ге бөлгенде қанша болатынын табуымыз керек. Ол үшін 1-ді нешеге көбейткенде 2 шығады, яғни екінші көбейткішті тауып алуымыз керек. Сол кезде 2 бөлу 1 бөліндінің мәнін таба аламыз. 2-ні әрқайсысын бір-бір бөлікке бөліп, үстіне беттестіріп бөлек-бөлек қоямыз. Қызғылт сары түсті шеңберді бөлек-бөлек қойсақ, бұл бөлгіш. Қызғылт сары шеңберді санасақ, бұл бөліндінің мәні. Демек, барлық шеңберлерді санау арқылы білеміз. Үстіне беттестіріп қойғаннан санаймыз. 4-ті 1-ге бөлетін болсақ, мұндағы бөлгіш 1. Шеңбердің бір-бірден әрқайсысын бөлек-бөлек 4-еуін қойып шығамыз. Бұл 1-ге бөлгеніміз. Ал шығатын мәні көріп тұрған қызғылт сары шеңбердің саны. Сексен бірінші беттегі екінші есеп 18 мен 27-ның қосындысына 9-ды бөл. 18 мен 27-ні қосса, қосындының мәні 45-ге тең. 45 пен 9-ды бөлсек, 45 бөлу 9, бөліндінің мәні 5-ге тең. Үшінші есеп 300 мен 60-тың қосындысына 9-ды бөл. 300 мен 60-ты қоссақ, қосындының мәні 360-ға тең. Ал 360-ты 9-ға бөлсек, 360 бөлінген 9 тең 40. Алтыншы есеп осыған тағы да ұқсас. 400 бен 80-ның қосындысына 8-ді бөл. 400 бен 80-ның қосындының мәні 480. 480-ді 8-ге бөлсек, 480 мен 8-дің бөліндісі, бөліндінің мәні 60-ға тең. 9-шы есеп теңдеуді шешу. 720 бөлу y тең 16 бөлінген 2. Бұл жерде бөлу амалы және екінші бөлгіштің орнында әріп y немесе кез келген басқа әріптер тұратын болса, демек біз бөлу амалын қолданамыз. Y-ті қайтадан жазамыз. Тең 720 бөлу 16 мен 2-ның бөлінісі, бөліндінің мәні 8-ге тең. Олай болса, бөлеміз. 720-ны 8-ге тең 90. Y-дің мәні 90 табылды. Енді 720 тексеріп көрейік. 720 бөлу Y-дің мәні 90 болды. Тең 16 бөлінген 2.
16-ны 2-ге бөлсек 8 шығады. 720-ны 90-ға бөлсек 8, яғни теңдеуіміз дұрыс. Теңдеу соңына 8 тең 8 деп жазып қоюымызға болады.